Оқушылар, бүгін қазақ әдебиеті сабағы. Кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызы деп аталады. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Балалар, біз осы уақытқа дейін, яғни бүгінгі сабағымызға дейін ауыз әдебиетінің түрлі жанрларымен таныстық. Ауыз әдебиеті жалпы әдебиеттің ауыз әдебиеті, жазба әдебиеті болып бөлінетіндігін, оның ішінде ауыз әдебиетінің жазба әдебиетінен бұрын пайда болғандығын, оның ауыздан ауызға көшу арқылы біздің бүгінімізге жеткендігін білеміз, я? Ауыз әдебиетінің түрлі жанрлары бар екен. Мысалы, ертегілер, батырлар жыры, аңыз әңгімелер, шешендік сөздер, тұрмыс салт жырлары, мақалдар, жаңылтпаштар, жұмбақтар, айтыстар сияқты түрлі жанрлары бар екендігімен танысқан болатынбыз. Осы жанрлардың ішінде біз ертегі жанрымен және батырлар жыры жанрымен етене таныстық. Себебі ертегі жанрын Керғұлатты Кендебай шығармасын оқу арқылы, батырлар жырын Қобыланды Батыр жырын оқу арқылы есімізде сақтадық деген ойдамын. Ал ауыз әдебиетінің тағы бір жанр түрі бүгін аңызды өтеміз. Балалар, аңыз әңгімелердің ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? Біріншіден, аңыз әңгімелер бұл біздің тарихымызда болған түрлі тұлғаларымыздың, қоғам қайраткерлеріміздің, тарихта болған адамдардың өмірінен алынады екен. Және солардың іс-әрекеттерінен туады екен. Екіншіден, аңыз әңгімелердің оқиғасы шынайы өмірден алынады. Және ертегідегі сияқты қатты қиялдау көп кездеспейді екен. Яғни аңыз әңгіме дегеніміз не дегенді түйіндейтін болсақ, тарихта болған адамдардың өмірінен алынған қиял мен шындық аралас шығарма деп айтамыз. Біздің ауыз әдебиетімізде түрлі аңыз әңгімелер бар, я? Мысалы, Алдар Көсе туралы аңыздар, Қожанасыр туралы аңыздар, Қорқыт Ата туралы аңыздар, және Асан Қайғы туралы аңыздар. Балалар, алдарыңыздағы суреттерге аса мән беріп отырыңыздар. Асан Қайғыны бұрыннан білуіміз, естуіміз бар ма? Асан Қайғы кім деп ойлайсыздар? Ол қазіргі Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келген. Неке, Қызылорда облысы сіздерден карта арқылы көрсетулі тұр. Асан Қайғы 15 ғасырда өмір сүрген жырау. Яғни қазақ хандығы құрылған кезде өмір сүрген екен. Балалар, жырау деп жырды шығаратын, өзінің жанынан шығаратын, және оны әртүрлі аспаптардың, қобыздың, домбыраның көмегімен елге орындап беретін адамды жырау деп атайды екенбіз. Асан Қайғы неліктен Асан Қайғы деп аталды? Яғни ел қамын жеп, елдің қайғы қасіретін ойлап, мұңын мұңдағандықтан оның есіміне қайғы сөзі қосылған екен. Және жаңа айтқанымыздай, ол Қызылорда облысы Шиелі ауданында туған. Дәл қазір оның кесенесі осы аудандағы Жеті әулие деп аталатын қорымда орналасқан екен. Балалар, Асан Қайғы қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек хандардың жанында болып, осы хандықты құруға ат салысқан және мемлекет қайраткері болған екен. Яғни, жаңадан алған ақпараттарымызды қорытындылайтын болсақ, Асан Қайғы жырау, абыз, мемлекет қайраткері, күйші, тіпті оның күйлері болған екен. Ел айырылған, Желмаяның жүрісі сияқты күйлері бар. Және би болған екен. Балалар, жерұйық деген сөзбен
таныстығыңыз бар ма бұған дейін? Асан қайғы сулы, орманды, жері шүйгін, адамы жүзге келмей өлмейтін, қойы егізден төлдейтін, адамның жанына қолайлы, шырайлы қоныс, яғни жерұйықты іздеген екен. Ол желмаясына мініп алып, 6 жыл жайлы қоныс іздеген екен. Сөйтіп қазақ жерін түгел дерлік аралап шығады. Әр барған жеріне сын айтып, баға беріп отырған екен. Яғни бұл жерде Асан қайғы жерұйықты неге іздеді деген сұрақ тууы мүмкін, иә? 15 ғасыр жаугершілік заманы. Сырттан төнетін қауіп өте мол болған. Яғни өзінің елін сыртқы жаулардан қорғау үшін, ел тыныштығын сақтау үшін, адам жанына қолайлы, ешқандай соғыс болмайтын, сондай бір жайлы қонысты іздеген екен. Мінекей балалар, Асан қайғы жерұйықты осы себепті іздеген. Балалар, желмаяға мініп іздеген деп айттық қой жаңа. Желмая дегеніміз бір өркешті, жылдам желіп жүретін бағалы түйе тұқымы. Балалар, Асан қайғының жерге айтқан сыны аңызын сіздерге оқу тапсырмасы ретінде бұған дейін берілген болатын. Оқыған болсаңыздар, Асан қайғы барып келген өңірлерді тізбектейік. Ертіс өзені, Қызылтау, Баянауыл, қазіргі Павлодар облысы, Шідерті өзені, Есіл өзені, орталық Қазақстан, Нұра өзені, оңтүстік Қазақстан, Торғай, қазіргі Петропавл жері, Сыр бойы, қазіргі Қызылорда облысының жері, және Жиделі Байсын, яғни шығыс Қазақстан. Балалар, қайтадан міндетті түрде аңызды оқып шығыңыздар. Содан кейін мына тапсырманы орындаңыздар. Бірінші тапсырма шығарманың тақырыбы мен идеясын табу. Балалар, шығарманың тақырыбы мен идеясын табу бұлардың не екендігін біз бұған дейін таныспыз, иә? Шығарманың тақырыбы деп отырғанымыз осы шығармада көтеріліп тұрған ең негізгі мәселе не? Сол шығарманың тақырыбы болады. Шығарманың тақырыбын сол шығарманың басында жазулы тұрған атаумен шатастырмауымыз керек. Ал шығарманың идеясы автордың айтайын деген ойы. Осы шығарма арқылы не айтқысы келді? Сол идея болады. Яғни бұл жерде автор деп отырғанымыз ауыз әдебиеті шығармаларының авторы халық болып есептеледі. Бұл халықтың туындысы болып есептеледі. Яғни бірінші біз Асан қайғы жерұйықты неге іздеген? Оның бұл саяхатының түпкі мақсаты неде? Міне осыны ойларыңызды жинақтап, 1-2 сөйлеммен жазасыздар. Бұл сұрақтарға жауабыңыз шығарманың идеясы болады. Ал содан кейін осы жазған идеяның ішінен осы аңыз әңгімеге тақырып болатын ең негізгі сөз немесе сөз тіркесін табасыз. Яғни шығарманың тақырыбы деп сол сөзді немесе сөз тіркесін жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы шығарманың идеясын табады, ойын жүйелі құрастырады сөйлем құрастырғанда, және шығарманың тақырыбын табады. Екінші тапсырма осы аңызда кездесетін жер су атауларын теріп жазыңыздар дейді. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма орындауға сәттілік, әрине орындап болғаннан кейін міндетті мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.